Достар, мен бүгінгі видеоны бастамас бұрын мен сіздерге бір хабарландыру айтып кеткім келіп отыр. Достар, мен осындай топырақ құрамын жасап сатып жатырмын. Заказ берсеңіздер болады. Мен экранға WhatsApp номерімді қалдырып кетемін. WhatsAppқа жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Гүлдер тек қана универсальный топырақта жақсы өспейді. Егер гүлдеріңіз өспей жатқан болса, олардың топырақ құрамы дұрыс емес болса, маған заказ берсеңіздер болады. Мен осындай көп қоспаларды қосып, сіздерге арнайы дайын етіп беремін. Қаншама қоспаларды қосып, бөлме гүлдеріңіз өзін өте жақсы сезінетін болады. Қараңыздаршы, өте керемет, өте борпылдақ. Мына барлық қоспасы қосылған. Дәл осы мен дайындаған топыраққа гүлдеріңізді отырғызатын болсаңыздар, сіздерге рахмет айтатын болады, және өте жақсы өсетін болады. Топырақтың жақсы екенін қалай білуге болады? Бұлай алып қысқан кезде, мына осылай бірігіп қалмау керек, ыдырап кетіп отыру керек, себебі ауа өткізгіш, жеңіл, өте құнарлы топырақ болып саналады. Бұл топырақпен бірге маған кез келген тыңайтқыштар мен гүлдеріңіздің жағдайына байланысты препараттарға да заказ берсеңіздер болады. Мен экранға суретін шығаратын боламын. Тағы да бір айта өтетін мәселе, достар, алдындағы жақсы сатылымда болған биостимулятор келді. Заказ берсеңіздер болады. Мен суретін шығарамын. Гүлдеріңіз өсуін тоқтатқан болса, сол препаратты қолдансаңыздар болады. Мінекей достар, тағы да бір заказ. Мына упаковка жасалып жатыр. Мына қарадағы бұл топырақ құрамы. Мынау живая удобрение. Өте керемет. Гүлдеріңізге өсуіне, защитасына көмектеседі. Мынау корневин. Кез келген препаратты маған заказ берсеңіздер болады. Құрметті достар, бүгінгі видеода мен сіздерге бөлме гүлдеріне пияздың қабығының пайдасымен бөліскім келіп отыр. Бұл пияздың қабығында өте көп тыңайтқыштар бар, құрамы өте микро-макро элементтерге өте бай. Сонымен қатар бұл гүлдердің иммунитетін көтереді, және де мысалы күз айларында біз айтып жатамыз ғой, жәндіктер, зиянкестер гүлдерге тиіседі, бөлме гүлдеріне көшеді дала суытқаннан кейін деп. Әсіресе осы күз айларында паутина клещ, тлей, белокрылка деген бөлме гүлдерінің зиянкестері, жәндіктері бөлме гүлдеріне тие бастайды. Сол кездерде сол зиянкестерден құтылуға өте таптырмас құрал. Егер де сіздерде әрине болады, магазиннен зиянкестерге қарсы препараттар, спрейлар, сондай препараттар қолданып сатып алып қолдануға болады. Бірақ егер де оған қаражаттарыңыз болмаса, егер де қол жетімсіз болса, барып келуге ұзақ уақыт болса, осындай үйдегі бар қолдағы бар заттармен өздеріңізге препарат жасап алсаңыздар болады. Бұны қалай дайындайтынымызды мен қазір көрсетемін. Мына мен үлкен екі пиязды ашып, осыған дайындап қойдым. Мына жерде достар, мына мен кішкентай ғана мөлшерде дайындайын деп тұрмын. Алдын ала суды осылай қайнатамыз. Осылай қайнап жатқан суға пияздың қабығын саламыз. Пияздың қабығын салып, бір 5 минут, 10 минуттай осы суда қайнатамыз. Осылай жақсылап қайнау керек. 5 минут, 10 минуттан кейін бұны оттан түсіріп, суытамыз. Жылы қатты суытудың қажеті жоқ. Жылы күйге түскен кезде сүзіп алып, кәдімгі су бүркігішімізге құйып, жапырақтарына сепсеңіздер де болады. Мінекей достар, біз қайнатуға қойған пияздың қабығы міне осылай қайнады. 5 минут қайнаттым. Қайнап тұрған суға салдым, жаңа көрсеттім. Түсі осындай қызғыш болады. Қараңыздаршы. Енді бұның астындағы отын өшіріп, мен суытуға қоямын. Суығаннан кейін тағы да мен сіздерге көрсететін боламын. Әзірге бұның комнатный температураға дейін суығанын күтемін. Мінекей достар, жақсылап суыды, бөлме температурасына дейін, қол салсаңыздар күймейді. Мен суытып алып, өзіме керекті мөлшерді мына су бүркігішіме құйып алдым. Маған осы жеткілікті. Егер жапырағына себетін болсаңыздар, ешқандай судың араластырудың қажеті жоқ. Ал егер де тамырына құятын болсаңыздар, топырағына, онда мына қараңыздар, мен 1 литр суға осындай толғанынша мына жерден етіп мен су құйып, қалғанына осы растворды құятын боламын. Себебі сумен араластырмай, сіз бұл қайнатпаны құюға болмайды. Тамыры зақым келеді тамырына. Сол себепті де жеткілікті осындай болса болды. Міне, көріп тұрсыздар ғой. Ал егер жапырағына себетін болсаңыздар, ешқандай да араластырмай осылай сепсеңіздер болады. Достар, мен мына құйып алған растворымды мына алдыңғы ауырғаны фикусыма себейін деп тұрмын. Мына осылай жапырағына сеуіп шықсаңыздар болады. Барлық гүлдерге себуге болады, барлық гүлге жарай береді бұл. Сосын тағы да бір айта өтетін мәселе, бұл қайнатпаны 1 суткадан артық қолдануға болмайды.
бүгін қолдансаңыздар ертеңге дейін жарайды, немесе бүгін қайнатып қойсаңыздар ертең сепсеңіздер болады, одан кейінгіге жарамайды. Бұны төгіп тастайсыздар. Бұл гүлдердің иммунитетін көтеріп, зиянкестерден айырылуға көмектеседі, және гүлдерге бұл тыңайтқыш ретінде де өте микро-макро элементтері көп. Мынау өткендегі мен сіздерге көрсеткенмін. Мына әйел бақты гүлі суда өскенді мен отырғызған болатынмын. Мына стресс алып, мына жапырақтары осындай болды. Бұны кесіп тастау керек. Бірақ бұл өзін жақсы сезініп жатыр. Міне жаңадан жапырақтарын шығарып келе жатыр. Міне сол себепті де иммунитетін көтеру үшін мен осы пияздың растворын сеуіп жатырмын. Мына қайнатылғаннан кейін бұның иісі шығады десеңіздер, жоқ, ешқандай да иісі шықпайды. Бір минутсы міне сыртқа шығармасаңыздар, міне осындай подоконниканы қазір сүртуге тура келеді. Осылай, достар. Егер видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар, және сұрақтарыңыз болса, төменге комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Негізі сыртқа шығарып, сепкендеріңіз дұрыс. Мен қазір просто сіздерге көрсету үшін осылай себе салдым. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.